Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз. Өтініш достар, лайк бассаңыздар, мен қатты қуанамын. Көген дегеніміз не? Көген ұсақ төлді тізіп байлап қоюға арналған жүн арқан. Олар қой, ешкі, қозы, лақ. Екі жағындағы қазықтар арасындағы жерге керіп байлаған арқанның өн бойына бұршақтар тағылады. Әр бұршаққа бір мал көгенделеді. Көген көбінесе қой, ешкі сауғанда пайдаланылады. Саулып болған соң не енелері өріске кеткеннен кейін жас төлдер көгеннен ағытылады. Көген қозы лақ көгендеуге, яғни арнаулы түрде жасалатын ұсақ мал төлін бөлектеуге арналған құрал. Ертеде қазақтар қой, ешкі сауатын болған. Сол үшін төлдер бөлек бағылып, саулық мал келген кезде жамырап кетпеу үшін көгенделген. Әр саулықтың қозысы иітуі ғана қосылып, саулып болғанша қайыра көгенделеді. Дәл сиыр сауған сияқты. Көген ұзын арқанға, яғни көгеннің желісіне белгілі бір жиілікте бекітілген жүннен есілген қысқа жіптер. Оның бір ұшы түйіншекті де, екінші ұшы сол түйіншек кигізілетіндей сақиналы болады. Мұны көгеннің бұршағы дейді. Сол бұршақтарға бірін бетіне, екіншісін екінші бетіне кезектестіре қозы лақты мойнынан тізеді. Көген желісі екі шетіне және ортасынан 1-3 қазықпен мықтап керіліп бекітіледі. Кей жағдайда қойда көгенделеді. Қой көген қозы көгеннен әлдірек, бұршақтары үлкен болады. Бұл мал емдеген әр түрі ретпен іріктеу сұрыптау жағдайларында болады. Бұл қосақ қой қосақтаудан басқа қосақ жіпте бұршақ болмайды. Бұлайша қой ешкі байлаусыз қотанға иіріледі, қораға бос қамалады. Осы көген сөзінен туындаған көген түп деген сөз бар. Халқымызда мал тұқымын сұрыптау, іріктеу ісі ерте заманнан келеді. Әр жылдың төлінен сұрыпталып өсіруге алып қалынған малды көгентүп деп атаған. Қалғаны сатылады, сойылады, ал көгентүп төлден жаңа отар алынады. Көгентүптің тағы бір мәні жас отауға енші бергенде көгентүп деп мал бөлінеді. Сол сияқты жиендерге, басқа да жақын жуықтардың жан үй болып жатқан жастарына көгентүпке деп мал аталады. Ондай мал құт саналып, жұмсалмай өсіріледі. Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз. Өтініш сіздерден лайк бассаңыздар, сіз видеоны бағалап кетті деген сөз.